Ерлан мен Айдос бала күннен бірге өскен бір шаңырақтың баласындай достар еді. Олар мектептен бастап университетте бірге оқыды. Кейін бір қалада жұмыс істеді. Бір бөлмеде тұрып, бір тілім нанды бөліп жүрген адал достар еді. Айдос батыл, тез шешім қабылдайтын, бірақ кейде қызу қанды болатын. Арада жылдар өтіп, Айдос Әсел есімді аруға ғашық болып, сол қызбен отау құрды. Жұбайы Әсел сыпайы, сүйкімді, көрікті әйел еді. Кейде олар үйлеріне Ерланды шақырып, бірге ас ішіп, ойнап, күліп, қалжыңдасып жүретін еді. Ерлан іштей қынжылып, қысылатын, үйлене алмай жүргеніне іштей кінәлі адам сияқты сезініп, Айдос пен Әселге қызыға қарайтын. Ерлан ұзақ жылдар бойы отбасын құра алмай жүрді. Себебі ылғи да махаббаттан жолы болмайтын. Бірақ өзі сымбатты да ақылды жігіт еді. Арада бір жыл уақыт өткеннен кейін Айдос пен Әсел ұлды болды. Олардың үйінде әрқашанда қуаныш пен күлкі болатын. Бір күні Айдос басқа қалаға іс-шарамен кететінін айтты. Әсел, жаным, мен жұмыс бабымен басқа қалаға баруым керек. Сендерді досым Ерланға табыстаймын, деді. Оны естіген Ерлан жүрегі дүрсілдеп кетті, себебі ол Әселге сырттай ғашық еді. Әселді көрген сайын бір түрлі сезімде болатын еді. Ерланды үйіне шақырып, жағдайын айтып, үйдің жөндеу жұмыстары бар. Кейде келіп көмектесіп тұрасың ғой деп өтінді Ерланға. Ерлан, келісемін досым, еш уайымдама деп досын шығарып салды. Солай Ерлан Айдостың үйіне келіп, анау-мынау майда-шүйде жұмыстарын істеп беріп, Әселдің шайын ішіп, қалжыңдап, көңілін аулап жүрді. Ерлан күннен күнге Әселді күнде көргісі келіп, әлденені сылтау етіп, күннен күнге Әселге деген сезімі оянып, достыққа деген адалдығы өшіп, нәпсісіне ерік беріп, қиялға беріліп жүріп, ақыры сол нәпсінің құрбаны болуға шешім қабылдады. Ендігі сол арам ойын іске асырмақ болып, Айдостың үйіне жетіп барды. Барса Әсел ас үйде тамағын пісіріп, әндетіп жүр екен. Баласын ұйықтатып қойыпты. Бір кезде иіс суын сеуіп, қырынып, өзіне жарасатын жемпірін киіп, тіпті сүйіктісіне келгендей бір шоколады бар Ерлан кіріп келді. Ерланды көрген Әсел ойланып біраз тұрып, сәлемдесті. О, Ерлан, екі кештің арасында сүйіктіңе бара жатырсың ба? Суыт жүрсің ғой, деген Әселдің сыңғырлаған дауысы Ерланды одан ары елте түсті. Әсел күлімдеп арт қарап тұр еді. Ерлан жаймен деп орнынан тұрып, Әселдің артынан құшақтап, мойынынан иіскеп аймалай бастады. Әсел болса, ойбай Ерлан, сенің мұның не деп еді, айналдырып дірілдеп тұрған ернінен сүйіп, сөйлетпей аймалай берді. Әсел болса, біраз қарсыласқаннан кейін үнсіз қалды. Ерлан Әселдің екі анарынан сүйіп аймалап төмен қарай түсті. Әсел де Ерланның мүшесінен аймалап, екеуі тәтті ләззатқа беріліп, Ерлан Әселді көтеріп, қонақ бөлмедегі диванға әкеліп, киімдерін шешіп лақтырып, өз дегеніне жетті. Екеуі бір-біріне әрең жеткен ғашықтардай ұзақ аймаласып, құштарлана құшақтасып жатып, таңның қалай атқанын сезбей қалды. Аймаласып жатып, ұйықтап кетіп, көзін ашса, таң атып қалыпты. Ерлан есінен танған есерсоқтай бірнеше минуттық ләззатқа беріліп, тәтті арман махаббаттың құшағынан сытылып шығып, тез киініп, үйден шығып, көлігіне отырып кетіп қалды. Іштей қатты өкініштен өзегін өртеп барады. Айдостың келіншегі Әселге осындай нәрсе қалай жасадым? Мен не бүлдірдім? О Құдай, кешірші мені, сезімімді тежей алмадым. Әселді сүйіп қалдым. Енді не істесем екен? Досымның бетіне қалай қараймын деп ойланып көлігінен түспей біраз отырды. Үйіне кіріп, көрпесіне бүк түсіп жатып қалды. Ерлан үйден шығып кеткеннен кейін, біраз уақыттан кейін Әсел көзін ашып оянып, мен не бүлдірдім? Қалайша? Мен адал жарыма қиянат жасадым деп, оның да біраз мазасы қашып, баласын балабақшаға жіберіп жұмысына барды. Өзін тірі өлік сезініп,
өз-өзінен жиіркеніп күні бойы нәр татпай кешті батырды. Арада бірнеше күн өткеннен кейін арсалақтап отбасын сағынып іс сапардан Айдос та келді. Әсел өтірік күлімдеп жұбайын қарсы алды. Әке деп баласы да әкесіне асыла кетті. Ерлан досым бірнеше күн болды хабарсыз кетті ғой, ауырып қалмады ма? Деген сөзі Әселдің делебесін қашырды. Білмеймін деп ақырын үн қатты. Айдос келген соң кеш ұйымдастырып, достарын шақырды. Ерлан да келді. Бірақ Ерлан өзін өте жайсыз сезінді. Ерлан досым, саған рахмет. Сен менің үйімді, бала-шағамды жалғыз қалдырмай қолдау көрсеттің. Сен нағыз доссың, деді Айдос оның иығынан қағып. Ерланның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бұдан ары шыдай алмады. Айдоспен оңаша қалып, Айдос, мен саған бірдеме айтуым керек, деді. Не болды досым, деп Айдос таңғалды. Мен сеніміңді ақтамадым. Мен сенің келіншегің Әселмен қателік жасадым, деп үнсіз тұрды. Айдостың түрі бір сәтте өзгеріп, көздері ызадан жалын шашты. Не дедің, Ерлан? Сен менің ең жақын досым едің ғой. Қалай дәтің барды? Қалай, деп айқалап жатты. Айдос, мен Әселді сүйіп қалдым. Түсінші. Не деп тұрсың? Жап аузыңды. Айдос Ерланға жұдырық ала жүгірді. Ерлан қарсылық білдірмеді. Ол кінәсін мойындап, Айдостың үйінен үнсіз шығып кетті. Айдос Әселге үнсіз қарап отырды да, іштей ыза кернеп, оттай жанған кеудесі басылар емес. Әсел, қалайша мен сенім арттым ғой, неге маған осындай қорлық көрсеттің, деді Айдос сыбырлап. Айдос, кешірші, мен қатты өкінемін, өтінем, кешірші, деп жалынып отырған әйеліне бір қарап бөлмеден шығып кетті. Көп ұзамай екеуі ажырасып тынды. Ерлан болса қала сыртында шағын пәтерде тұрып жатыр. Ол жұмыстан кейін үйіне келіп, кешкі асын өзі дайындап ішетін. Іштей кейде досымен күліп ойнап жүргенін есіне алып мұңайып қалатын. Ол досынан мәңгілікке айрылғанын түсінді. Ол күн сайын достық пен сенімінің қадірін, жасаған қателігін ойлады. Айдос баласын өзі жалғыз тәрбиелеп жатты. Әсел басқа қалаға көшіп кетті. Ерлан бірақ өмір бойы досының кешірімін күтетініне сенімді еді. Бірақ екеуі қайта жолықпады. Арада біраз жыл өтті. Көп ойлана келе Ерлан ауылына барып, ата-анасынан қалған ескі үйін қайта қалпына келтіріп, сол ауылда қалуға шешім қабылдап, шаруашылықпен айналысып, адамдарға көмектесіп жүрді. Бір күні ауыл мектебіне ерікті ретінде сабақ беруге барды. Ол өмірден үйренген сабақтарын балаларға айтып, адалдық пен достықтың құнын түсіндіруге тырысты. Балалар, ең қымбат нәрсе сенім. Егер сен біреудің сенімін жоғалтсаң, оны қайта қалпына келтіру мүмкін емес. Сондықтан әрбір сөзің мен ісіңе жауапты болу керек, деді Ерлан балаларға терең күрсініп. Балалардың көздеріндегі аңғалдықты көрген Ерлан жүрегінде аз да болса тыныштық тапты. Арада тағы бірнеше жылдар өтіп, Ерлан ауылда мықты шаруашылық иесі атанып, айналасына сыйлы адамға айналды. Бір күні оның ауласына қымбат көлік келіп тоқтады. Көліктен Айдос түсті. Ерлан таңырқап Айдосты қарсы алды. Ерлан, сенің осында тұрып жатқаныңды естідім. Көргім келді, деді Айдос даусы дірілдеп. Рахмет Айдос, кел, отырайық, деді. Ерлан да даусы дірілдеп. Екеуі ескі ағаш үстел үстінде отырып, үнсіз шай ішті. Ерлан, мен саған көп жылдар бойы өкпеледім, жек көрдім, бірақ уақыт өте келе бәріміз қателік жасайтынымызды түсіндім. Сен менің өмірімнің бір бөлігісің. Мүмкін бұрынғыдай дос бола алмайтын шығармыз, бірақ мен сені кешіремін, деді Айдос. Ерланның көзіне жас үйірілді. Рахмет Айдос, мен сенің кешіріміңе лайықты емеспін, бірақ сенің бұл сөзің маған үлкен жеңілдік берді. Екеуі бір-бірінің қолын қысып біраз үнсіз отырды.
Айдос кетерінде. Өмір жалғасады. Ерлан, бақытты болуға құқымыз бар деді. Ерлан қоштасу сәтінде тұңғиыққа қарап ұзақ тұрды. Ол өткен қателігін мойындап, өзіне жаңа өмір бастауға мүмкіндік берді. Өмірде әркім қателеседі, бірақ ең маңыздысы сол қателіктерді мойындап, кешірім сұрай білу және алға қарай жылжу. Сенім қайта оралмаса да, кешірім жүрекке тыныштық сыйлайды.